Күннің әсас вақаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда менлі Ноза Борсейтова чалышам. Хайрлы ақшамлар. Қырымға келішмеген январь. На материке там вообще. Анда умумен коллапс. Ава лиманлар қапалы. Коммуналь қызметшілер ве құртарыжылар қар яғмасының ақибетлеріне қаршы көрешелер. Ковидтен ұзақча чалышуға. Адамлар бір-біріне бұны дарқатмаларындан құртарар ве хасталар аз жаулыр. Эсле башлы адамлар ве девлет қызметшілері евден чалышачақлар. Назик аққуш яда аскер қыз. Қырымда нам қазанған артист Майя Анафиеваның концерті Ахмеджетте кечті. Қырым қар есірлігінде ава бозыла білежегі ақында илан етілді. Құртарыжылар иле қырымлыларны ось машиналарында yolға çıkmamaға тевсие етелер. Ахмеджетте коммуналь қызметшілерінің іші велкі кібі геже күндіз тоқтамай. Синоптиклер sıcakça ава тек bu haftanın sonuna yakın olacағы деп хабер етелер. Бу кадрларда Айпетри Коккос yolunda keçenleri тізілген uzun тұқынты. 150-ге якын машина бойле алға оғрады. Esirlikten машиналары құртарыжылар чекіп чықардылар. Бөліклер ярдым көстерділер. 25-тен зияде нақлият вастасы хавсыз ерге тахлие етілді. Шымдыки даққаға Қырымның yolları штат режимде чалыша. Мескен коммуналь хожалық системлері ве энергетик тоқтапсыз чалышалар. Қырымда біз алышмаған суық ве қарлы қыш девам ете. Ава бозула білежегі ақында илян етілді. Айпетри yolu қапалы. Құртарыжылар экстремалларға, дағларға не машинанен, не де пияде барманыз деп рижа етелер. Амма бойле тефселерге қолақ асмағанлар ола, елбет. Анғара боғазында бүгін электроэнергия меселелері себебінден троллейбуслар тоқтап қалды. Айны шу ерде сноубордингнің қызғын мевсімі көзетіле. Мен да енді огренем. Бойле ава пек келіше. Яқшы амелият олып чыға. Базы адамларының трассаға бармаға имканлар бар. Бұ ерде есе біз кебі яшлар тая. Айдавчылар не ось күчлеріні, не де машиналарыны аямайлар. Анғара боғазында yüksek дихат режимінде ДПС хадимлері чалышалар. Бойле аваға бақмадан таксиджи Сергей бір шерден екіншісіне же сымарышны қабул етті. Женюби ялыға же яқшы барып етті. Ахмеджеттен алуштаға весон кене артқа қайтажам. Аваға бақмаздан епісі бір бойле сымарышны алдыңыз мы? Yüksекче тариф ончун алдым. Амма yol ağır. Мен алыштым енді. Амма асылында эбет енгіл дегіл. Ахмеджетте коммуналь қызметшілерінің іші қайнай. Олар геже күндіз чалышалар. Қар темізлеген 12 машина геже yollarını темізледілер. Күндіз олардың сайысы 7 геже эксілді. Сменалар тамам иш ерінде деніші. Айдавчыларны doğru yük машиналарына же кетірелер. Bundan da gayrı 250-ден зияде адам қалдырымларны ве дурақларны қардан темізлейлер. Yollarga reagent sepile. Бүгінгі сабаға же 35 тонна реагент сепілді. Яқын сутка девамында не олыр бақармыз. Краснодарда не олаятқаны ақта хаберлерні бақамыз. Анда умумен коллапс. Ава лиманлар қапалы. Бізім ишіміз кергін. Амма шымдылық біз ершейіні япып етіштереміз. Қырымлылар да бір қач күн суық аваға даянмақ кереклер. Синоптиклер аязлы ве қарлы қышны тахмин етелер. Қырымда суық аязлы ава сақланыла. Бұ Арктика авасының тесіріне бағлы. Геже ава арареті 5-10 градус суық олacak. Күндіз ise 0-ға яқын. 2 градус суықтан 3 градусы жақаджы. Yollar тайғалақ қала. Ава тек haftanın sonunda biraz қызып башлайжақ. Енді жұма күні қырымлылар biraz исіне білежеклер. Бұнен бірге яғанақлар ең азындан базар ертесі күніне же сақланылacak. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий ve Максим Голубев, Миллет Ичун. Тақиқат комитеті Қырым мектеплерінде миналар ерлештірілген ақта ялан хаберлер делілі бойынша жинайы иш açты. Бұған қаршылылар белгілене бұл ақта идаренің матбуат қызметінде хабер етілді. Қатырлатам, миналар ерлештірілген ақта хабер талебелер ве ожаларға доғыртылған қорқызулар январының 21 күні Ахмеджет Ақяр, Ялта Алушта Кереч, Кефе, Бақчасарай, Эрмени Базар, Кезлев ве ички районларында оқу мөйселеріне етіп келді. Епісі дерслер тоқтатылды. Қырым Жұмхуриеті Вяхьяр шәрі бойынша Русия тәхкиқат комитеті иле азырланған патлавлар. Адамлар үшін харф яраталығын ақында ялан хабер етілігі дәлелі бойынша жинайы иш açılды. Бұл Русия Федерациясының жинайы кодексінде 207 мадденің 3 қысмыдыр. Жинайы иш бақылуының кетішатыны Қырым Жұмхуриеті Вяхьяр шәрі бойынша Русия тәхкиқат комитетінің ребері контроль еті.
Бүгінгі күнден Қырымда хадимлерінің 50%-ны ұзақтан çalışуға кечірмек тепсие етілді. Дистанцион шекілде çalışмаға девлет қызметшілерінің ярысыны yollacaklar. Яңы чәрелер омикрон деген коронавирусның яңы штамы дарқалуыны тоқтатмақ үшін бақыла. Ахмеджитте 14 мектепнің 700-ге яқын талебесіні дистанцион оқуға кечірділер. Яңы сынырланулар айры емір чықмағанчы девам етежек. Буақта Невбетекалев Хамас. Как вы себя чувствуете, Иуп Меметович? Алыңыз насыл, шикетлеріңіз yok mu? Келіңіз sıcağыңызны өлчейік. 36 V2, әрше яқшы. Горавтотранс муэссесиясында çalışkan айдавчыларның сабасы тиби бағудан башлана. Тибижилер sıcaqны, қан басымны ве сатурацияны өлчейлер. Yolға чықмақтан evvel автобусларда мұтлақа дезинфекция етілі. МУП Горавтотранс. Горавтотранс муниципаль муэссеміз шахси гигиена васталарының донатылған, яғни антисептиклер бар, олар еллеріні сүртелер. Ве автобусларының салонларыны дезинфекция етілген айры антисептиклер бар. Қырымда январның 24-ден COVID-19 себебінде яны сынырланулар башланды. Хавсызлық мақсады ile эсли башлы адамлар ве девлет хызметчилерінің ярысы evden çalışмаға кечирилелер. Бойле денішмелеріні Жумхуриет yolбашчысы Сергей Аксенов yüksek hazırlık режимі ақында эміріне кірсетті. Бізде бөлі категорияға 20 адам кіре, оларны біз evden çalışмаға yolламақ керек едік. Шымдық даққаға біз тек 2 кішіні yolладық. Чүнки қалғанлары муэссседен ұзақ çalışып оламайлар. Олар ішке келіп, өз іш ерлерінде bulunmaq керек. Бүгін сағлықның темелі бұл темізліктір. Эпидемия қаршы чәрелер ашайт муэссеселерінде де riayet етілі. После каждого клиента мы обрабатываем. Бір муштариден соң біз масаны мақсус іләжен сүртеміз. Әмде бізде 2 аптаға етерлі маскалар едегі бар. Антисептик, сат, біз епсі ерлеріні кірден ве микроблардан қорчаланмақ үшін сүртеміз. Зияречилер арасында хавсызлық месафесі қалдырыла. Ашханеде бір іш башқасына бағлы. Бұл сыраны бозма қадетін еңгілдігіл. В этом смысле нам максимально тяжело. Бұл себептен біз үшін ашханеде çalışkanlarның сайысыны 50%-ға қысқартмақ пек қиын. Біз өз тарафымыздан офисте çalışkanlarны evlerіне yolладық. Олар епсі ұзақтан çalışалар. Имкан олғаны қадар біз адамларны yolладық. Ве үміт етеміз ки белкі 50%-ға етіп олырмыз. Ама керчек айтсам бұл біз үшін пек ағыр олар. Ахмеджетекке 14 мектепнің 700-ге яқын талебесіні дистанцион оқуға кечірділер. Егер сыныфта бір бала коронавирус хастасы олса, бойле сыныфларының талебелері evden оқуйлар. Дистанционное обучение проходит. Дистанцион оқу стандарт штат режимде кече былтыр олғаны кебі балалар мектеп сечкен модель бойынша тасил алалар. Бұл я онлайн дерслер, я да электрон шекілде вазифелер ола біле, әршей бежерле веожаларға тешкеруге тапшырыла. Бала бақчаларының уч группасы да карантинде. Тибижилер айтханаларына көре коронавирусның омикрон деген яны штамы балар үшін да зияда хавлыдыр. Бүгінгі күнге жебелі олған башқа штамларға баққанда омикрон баяғы тезже юққаны себебінден ұзақтан çalışмақ бұл әлбетте адамлар бір-біріне бұны дарқатмаларından құртарар ве хасталар азжа олыр. Bundan gayrı бүгінгі күнден интернатлар ве ичтимai хызметлер көстерген дігер девлет тешкириатлар толу изоляция режиміне кечелер. Хадиманды 14 күнлік сменаға чықажақ. Сусана Садыкова, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун. Соңғы hafta devamında коронавирустан ревакцинация еткенлерінің сайысы 1,5 кереге артты. Сағлық сақлау назирлігі берген малюматқа көре толы шекілде вакцинациядан 850 биңден зияде адам кечті. Ревакцинация исе 200 биңден біраз азжа кышы. Мевзуның девамы да Учахаловның левқасында. Светлана Синельникова бала бақчасында тербиеджи олып çalışа. Оның группасында 28 бала бар. Бұл исе ковид-1 адамдан башқасына йоқмасы бұйық демектір. Вакцинаның екінші санчысыны былтыр июнь айының 30-ында алды. Ярым елдан сон 5-ші шehir хастаханесіне ревакцинацияға келді. Оның туғанлары ве таныш бөлішлері енді епісі ашы яптырдылар. Бірінші ашы санчысыны yapмақтан evvel мен пневмония хасталығына кечірдім. Пек ағыр едім. Хастаханелерде ер yok еді. Мен evде ятым, алып пек мүшкіл еді. Бір ай хаста ятым, сонда 2 hafta айлықсыз evде отырдым. Шунын үшін хасталанмақ үшін ашы яптырмақ яқшы деп саям.
Тибижилернин сөзлеріне көре, қырымлылар елбаш байрамларының арфесінде де, байрам күнлері де фаал шекілде ашыламадан кечтілер. Тек Ахмеджеттің 5-ші поликлиникасына бір күнде орта дәрежеде ашы алмақ үшін 200-ден зияде адам келе. Оларның 25% 60 яшыны кечкенлердір. Вакцина етерлі, ашы яптырмақ ве ревакцинация бойынша ешбір проблем yok. Шымда адамлар эсасен ревакцинацияға келелер ве бізі мөсеселерге шығышларымыз бұда эсасен ревакцинацияда, ама бұрынжы кере ашы яптырғанлар да бар. Егер эвеллері весиханы бір қач саат беклемек керек олса еді, шымды бұл сайывлы даққаларда япыла. Бұндан сон біз ашы алғанларыны федераль регистрге кірсетеміз ве хасталар да кабинеттен чықмағанже енді QR кодларыны елде етелер. Ашылама ноқталарына етіп бармақ ағыр олған қырымлыларға ашы оларының евлерінде япыла. Тек кечкен жұма ертесі күні поликлиника хадимлері 18 кішіге ашы санчысыны яптылар. Орта дәрежеде бұл 5 даққа. Әршей өлченіле, сыжақ, пульс, сатурация, екім дінле бақа. Анамнезі сұраштыра. Егер адам бұрынжы керек келсе, ондан аллергиясы ве хроник хасталықлары олған олмағаны сора. Умумен Қырымда 127 ашылама ноқтасы чалыша. Бір адам 4 вакцинадан бірісіні сече біле. Дауд Чахалов, Алиса Мединов, Миллет Ичун. Едіқұй районының Қазантип көйінде яңы фельдшер эбанай ноқтасы açılды. Бина эпісі мойынди сағларына қошылды. Земаневи тыбби донатмалар ве мебель иле толдырылды. Бұл ақта Сусана Садыкованың левқасы. Едіқұй районының Қазантип көйіндікі фельдшер эбанай ноқтасы 20 жылдан әвелсе құрылған еді. Язда кабинетлерінің іші сыжақ, қышта есе суық еді. Әнді тибежелер ве ерлі сәкенлер бұл проблемлер ақында ұныта білелер. Қазантип көйінде 500-ден зияде адам яшай. Эсасен бұ әслі башла адамлардыр. Лариса Яценканың әкі оғлы бар. 20 жылдан зияде сағлық бойынша әпсі суалерінен тек ерлі фельдшер эбанай ноқтасына мұражат кетті. Әвелері әскі бинаға етіп бармақ қиын еді. Хусусан қыш айларында. Көйнің сәкенлеріне ве мұсафірлеріне мұнда етіп келмек енгіл олар. Әскі бина қолайсыз ерде ерлешейді. Шымды бина яңы оңайтлы кабинетлер ве донатма чоқ. Яны фап ноқтасыны тегіс ерде тікледілер. Ичерінде зиманеви тиби донатма, кереклі мебель, портатив электрокардиограф, дефибриллятор, рециркулятор, аджеле тиби ярдым көстермек үшін ятақлар. Гинекология кабинеті да бар. Бұл гинекология кабинеті енді бізде мұнда бақу креслосы ве калькоскоп деген шей бар. Бұл епсі қадынларға ярдым көстеруде керекледір. Тиби ноқтада электрика сынюв чекілді. Сыжақ ве суық сув бар. Чешіт кабинетлер чалыша. Хадимлер үшін ве илләджлар сақланылығы үшін одалар айырылды. Бұл ерде чешіт ашылар да япылажақ. Коронавирустан да қорчаланмақ мүмкін. Бұл балаларны емде büyüklerini қабыл етеміз. Шымды COVID-19-дан ашылар актуаль. Оларны яптырмақ үшін адамлар евелден язылалар. Мұнда кушетка сынув системы бар. Мұнда чалышмақ еңгілже олар, чүнки қынталы ве пек яқшы. Мұнда қарашлы территорияда абаданлаштырылды. Бинаның ішінде компьютер техникасы ерлештірілді. Интернет қошылды ве видео көзітув чалыша. ФАП ноқтасында фельдшер векенче тиби хадимлер чалыша. Бұндан да ғайрлы ерлі иялені бақмақ үшін график бойынша тар мутехасы сәкімлер келечеклер. Бірінші басамақ модернизациясы бойынша 200-ге яқын миллион рублей айрылған еді. Бір ел девамында бойында оның жиыншы аттыр. Невбетеда 12 ФАП ноқтасы ве 6 амбулатория тұра. Фельдшер эбанай ноқтасы тек Қазантип қойының сәкенлері дегілді. Яқыны ерлешкен қойлерден келгенлеріні де қабыл етежек. Сусана Садыкова, Сейт Валиляев, Милет Ичун, Едіқұй районы. Аджимушка ядлы мемориаль комплекс былтырке су басуларының ақыбетлері йоқ етілген соң ишіні ғайрыдан девам етті. Қатырлатам ки кечкен сене август айында музей қапатылған еді. Су басудан соң ешілген ерлер пейда олды. Буақта Дауд Чахаловның лепқасы. Надежда Яскова керічке Русиянын медени пайтақты сайылған Санкт-Петербург шерінден етіп келді. Аджимушкай таш очақларыны ilk сефер зиярет етті. Яздамында да бір кере келмеге планлаштыра. Сіз бізні айретте қалдырдыңыз. Мен пек ейжанланам, чүнки мұнда не қадар адам элек олды. Адамлар бір ауыч топрақ үшін күрештілер. Ғалебе қазанмақ үшін жанларыны берділер. Юрий Ясков Петербургта экскурсовод оларақ чалыша. Аджимушкай таш очақлары ақында китаплардан ве весихалы кинолардан біле еді. Комплексны зиярет етмек арзусы 2022 сене керчеклешті. Мен шашып қалдым, бегендім, айретленем. Музейінің озынен экскурсовод Еленаның мұнасебет
келбеті ве ішінен чоқ шей ақылымда қалды. Мұнда олған ер шейні пек бегенем. Бұларны эпсіні жанлы шекілде көрмек пек жанлы елбет. Аджимушкай таш ocaklarının umumi meydanlığı 170 gektardır. Yer tübünde 10 kilometrelik tüneller. Ulu Vatan Cengi devrinde Kızıl Ordu'nun 10.000 askeri ve tahminen 5 yıl yerli sakin yarım yılga yakın vakit bu yerini Nemse faşist ordularından korçaladılar. 1982 sene memorial kompleks tiklengen edi. Ama yazda yüz bergen iki suv basuvundan son memorial yanında toprak oturup kaldı. Eski Varonka yerinde yer eşildi. Muzey ziyaret etilüvü haflı olğanı sebebinden onun işi toxtatılgan edi. Bir sıra teşkiruvler ekspertizalar keçirildi. Toprak numuneleri alındı. Teşkiruvlerini çeşit hizmetler ve idareler keçirdi. Teşkiri tedbirler keçirilgen son biz muzeyimizni ziyaretçiler için açmağa karar aldık. Kompleks turistler için yanvarın 2'sinde Kenne'de açıldı. Yılın başından beri muzeyini endi birkaç bin adam ziyaret etti. Davut Çakhalov, Akim Bekirov, Millet için Kerech. 28 parlaq çıkış seyircilerinin tolu zal ve gurdeli alğışlar. Namlı xoreograf, Kırım oyun ansamblinin solisti. Yıldızlar adlı bala oyun studiyasının reberi. Kırımda nam kazanған artist Maya Anafiyeva'nın konserti Ahmedjit'te keçti. Oyunlarını bizi muhbirlerimiz de gördüler. Насика куш аскер кыз буепсы бір инсан. Текрарланмас ве мухтешем. Назлы ве сыр сақлаған Майя Анафиева. Оның ойнағаны мефтун еті. Мерахландыра ве ажейб дүнияға алып кете. Анда эрше везін, мақам ве зарифликке бойсуна. Сегодня на концерте... Бүгін концертте біз яңы саналаштырмаларны көстердік. Бұл саналаштырмалар üzerinde репетицияларда исрарлықнен çalıştık. Oyunlarның дүлберлігіні көстермек үшін пек тырыштық. Қырымтадар ойынлары пек дүлбер. Қыз ақ құш кебі ялдай. Костюмерлер сес режиссерлары ве оркестр. Олар эпсы бір мықязды проектның иштиракчилеридір. Бір арекет, бақыш, эллернің ве пармақларының зарифлігі терен манаташи. Ве бұл эпсы ойын тарзында несілден несілге кече. Мне очень приятно быть частью этого. Бойле буюктен буюк вақияның парчасы олғанымдан пек мемнуным. Чүнки біз Майя ханымны білгеніміз кебі о Қырымда ойынчы ве балетмейстер оларақ жидди ер ала. Ве шу себептен бұл біз үшін буюк шерефтір. Мешір ойынчы хореограф ве устаз Майя Анафиева юзлернен яш ойынчылар үшін ибреттір. Қырым Девлет филармониясының Қырым адлы Қырым татар фольклор ансамблінің солисты. Йылдызлар адлы бала ансамблінің ребері. О мектеплерде ве университетлерде дерс бере. Оны вақыт гурдели алғышларнен қаршылайлар. Для культуры крымско-татарского народа Қырым-татар халқының медениеті үшін Майя ханым ең мұйым роллерні ойнағанлардан бірідір. Чүнки о осиятқан несілге милли медениетіміз сасында берген білгілері ве ашлаған sevgisi ең yüksek мақтауларға лайықтыр. Моя мечта сбылась, я всегда мечтала сделать большой концерт. Менің арзум керчеклешті, мен вақыт буюк концерт тешкіл етмеге арзу етедім. Ве омырге кечірілген эпысы ғайелерім. Бұл шей бізім седжілеріміздің, халқымызның қолтутывынен ола. Сақ олыңыз. Аман-аман 30 yıllık omurunu Майя Анафиева санаға бағышлады. Ойынны гонульның сырлы тілінен қияслайлар. Мында бір арекет сөз еріне. Бұны Майя Анафиева санадан анлатып олдымы? Бұл серчілерге малюм ве олар энді невпеттеки концертны сабырсызлықнен беклейлер. Айшу Шулакова, Севилия Меметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бұл нұқтыда екінлейім бізілі олыңыз.